Сәлем достар, Назар FM медиа орталығы сіздерге музыка әлемі бағдарламасын ұсынады. Сіздермен болатын мен Марал Асхатқызы. Достар, сіздермен қайтадан қауышқаныма өте қуаныштымын. Бізбен бірге болыңыздар. Ары қарата өте керемет бағдарлама болмақ, сол себепті алыстамаңыздар. Для меня музыка — это возможность выразить себя, понять окружающий мир, свои эмоции и найти связь между собой и окружающим миром. Это мелодия моей души. Білмеймін, музыка не екен мен үшін. Жұмыс емес. Музыка дает возможность понять другого, услышать, выразиться. Это своего рода слова эмоций. Поддержку. Через музыку можно свои эмоции выразить или ощутить, наоборот, чьи-то эмоции. Музыка не береді? Маған ба? Маған музыка... Маған музыка ұнайды. Ал егер маған ұнайтын нәрсе, ол маған не береді? Жақсы настроение береді, жақсы көңіл-күй. Жақсы көңіл-күйге ол жақсы. Я бы хотела научиться играть на барабанах. Да, у меня есть набор гармошки, губные гармошки, да, на все, на 6 тональностей. Очень много лет лежит, я все никак не могу до нее добраться. Надо. Қандай да бір аспапта ойнаймын. Наверное, скрипкада үйреніп алсам деп. Было бы тихо, и мы не смогли бы понимать друг друга, потому что иногда музыка может выразить то, что слова никогда не смогут. Ну, это как черно-белое кино. Скучно, но интересно. Өмірде музыка болмаса, жаман болар еді. Бірақ ондай болмас еді. Музыка болар еді. Я очень люблю классическую музыку без слов. Я даже не могу сказать конкретно какой-то жанр, потому что мне нравится. Просто бывает, я слышу что-то из рок-композиции, и мне нравится. Но я не могу сказать, что весь рок мне нравится. Панк, некоторые отдельные вещи нравятся. Крайне редко поп. Вот. Но в основном слушаю христианское. Рок. Әртүрлі. Слушать музыку, находить музыку, которая откликается, для того, чтобы выражать себя через эту музыку, писать музыку, пробовать петь самим, тоже замечательно. Потому что все это помогает нам выразить себя и быть услышанным и понятым. Музыку, которая мотивирует думать, жить, радоваться. То есть не депрессивную музыку, а такую очень позитивную, мотивирующую. Что-то творить, порхать, летать. Музыка көп тыңдаңыздар. Классика. Әртүрлі музыка тыңдаңыздар. Және бір инструментті ойнап үйреніп алсаңыздар жақсы болады. Әнмен аспаппен ойнау деп ойлаймын. Маған музыка деген ол адамдардың ән айтқаны, аспапта ойнағаны. Қуаныш, мотивация, энергия. Маған мотивация, энергия, және де көңілді көңіл-күй береді. Домбыра. Фортепианоның аспабында ойнай аламын. Бүткіл адамдар іші пысып, үйіне шығып отырды. Адамдарға энергия жоқ болушы еді, көңіл-күйлері жоқ болушы еді. Рокпен қалғандары. Мен классика. Рок тыңдадым. Халық әні, классика дегендерді де
Осы сұхбатты берген адамдарға, балаларға өте ризамын. Және үлкен алғысымызды білдіреміз. Достар, осындай қызықты сұрақтарға өздеріңіздің ойларыңызды айтамын десеңіздер, комментарийлерге қалдырып кетсеңіздер болады. Біз үшін өте маңызды. Я, құрметті достар, музыка әлемі бағдарламасына егер өзіңіздің пікіріңізді айтқыңыз келсе, музыка әлемі бағдарламасына арнайы деп пікір қалдырып кетсеңіздер болады. Біз үшін өте маңызды екенін ұмытпағайсыздар. Немесе достар, сіздер музыкамен айналыссаңыздар, немесе музыканы сүйіп тыңдаушы болсаңыздар, ән де айтатын болсаңыз, қандай да бір аспапта ойнайтын болсаңыз, музыка әлемі бағдарламасына келгім келеді десеңіздер, міндетті түрде өздеріңіздің номерлеріңізді қалдырып кетсеңіздер болады. Және аттарыңызды да жазуды ұмытпаңыздар, достар. Әдемі сұхбат болады және жүздесу болады деген ойдамын. Назар FM медиа орталығы YouTube, Instagram желілерінде де бар. Сол жерге тіркеліп, Facebook... достар, Назар FM медиа орталығы Facebook, YouTube, Instagram желілерінде де бар. Сол жерге тіркеліп, өздеріңіздің пікірлеріңізді қалдыра аласыздар. Сіздермен болған мен Марал Асхатқызы. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын.